Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай қытырлақ, еш уақытта жұмсармайтын балмұздақтың вафлиндай вафли пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды сұраймын. Тағы да көптеген рецепттер көргіңіз келсе, қоңыраушаны басуды ұмытпайық достар. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, жұмыртқа, ванильді сахар немесе ванилин салуға болады, секер, ерітілген сары май. Таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды алып саламыз. Жұмыртқаның сыртын міндетті түрде жууыңыз сұралады. Жуып, сүртіп кептіріп аламыз. Себебі жумай қолдансаңыз, денсаулығыңызға өте зиян болып келеді. Құрамына қанша грамм керек екені описаниеда жазылған. Сонан қарап өлшеуге болады. Міндетті түрде весімен өлшейміз. Келесі біз секерімізді саламыз. Секерімізді салып, венчикпен араластырамыз. Секері еруі міндетті емес. Осылай араластырып жіберуге болады. Келесі ерітілген сары майымызды құямыз. Кішкене суытып, осы ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да кішкене араластырып жібереміз. Содан кейін ванильді сахарымызды 1 шай қасық саламыз. Оны да венчиктің көмегімен араластырып жібереміз. Араласқаннан кейін ұнымызды алып електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізуіміз керек. Ешқандай сода ондай қоспаймыз. Ұнымызды електен өткізіп салғаннан кейін миксердің көмегімен араластырып жібереміз. Сол кезде ұнымыз іртік болмай тез араласады. Миксердің көмегі керек осы жерде. Миксермен істеп алғаннан кейін қамырымыз дайын болады. Міне осындай сұйық та емес, қатты қою да емес, массамыз дайын болды. Ары қарай вафли пісіретін вафлинцімізді қыздырамыз. Міне вафлидің өзінің осындай құралдары бар. 3 бұрыш жасауға болады, немесе трубочка жасауға болатын құралдар байлануға болады. Міне вафлинціміз қызыды. Енді қамырымызды құямыз. Мен 1 ас қасықтан осылай құйып шықтым. Сақ болайық. Вафлинціміз қатты ыссы болуы мүмкін. Қолымызды күйдіріп алмау керек. Міне қатты қып-қызыл қылмай осындай болып аламыз. Вафлиміз суымай тұрып, авайлап қолымызбен ораймыз. Осылай өзінің құралымен орап 3 бұрыш жасаймыз. Міне ысылай орау міндетті, себебі қатып қалуы мүмкін, тез қатып қалуы мүмкін. Міне осындай болып шығады. Немесе қолыңызбен де істеуге болады осындай қылып. Келесі тағы да қамырымызды құйып, тағы да қызарған жастап, трубочканың көмегімен істейміз. Трубочка құралымен істейміз. Міне қолымызға бай болайық. Тез қатады. Міне дайын болды трубочкамыз. Қамырымызды құйғаннан кейін көп отта ұстамаймыз. Себебі күйіп кетуі мүмкін. 20-25 секундтай ұстаймыз. Сол кезде қызарып шығады. Қатты күйіп кетпесін. Міне осындай вафлиларымыз дайын болды. Бір жасағаннан шығатын вафли ешқандай соңынан жұмсарып кетпейді. Осылай қытырлап, күтірлеп тұрады. Видео ұнаса
лайк басып тіркелуді ұмытпайық достар. Қонақ келгенде столыңызға әсемдік беретін немесе балаларыңыздың сүйіп жейтін тағамы болады. Жасап көріңіз. Рахмет.